Сингапурлықтар азиялық және американдық қасиеттерді сәтті үйлестіре білген мемлекет. Халықта табандылық, тынымсыз өнімділік, айлакерлік, іскерлік қабілет, табысқа ұмтылу және сонымен бірге мойынсыну. Мұндай қоғам өкілдерінің өмірінің басты мақсаты жоғары табыс деңгейі және атақты компаниялардағы жоғары лауазымда болу. Сингапурлықтар бұл мақсатқа жетуде соншалықты табанды, сондықтан да қаржылық жетістік жалпы әлеуметтік манияға айналды. Табиғи сұрыпталу заңы нарықтың негізгі заңдарының бірі ретінде Сингапур азаматтарын тәрбиелеудің негізіне айналды. Сингапур халқының тәрбиесін Сингапурдың премьер-министрі Ли Куан Ю 1984 жылы құрған. Ол евгеникаға, адамдардың тұқым қуалайтын денсаулығы және оның жақсарту жолдары туралы теорияға негізделген. Сингапурлық әлеуметтанушылы ғалымдар көптеген жоғарғы білімді әйелдердің үйленбей және бала көтермейтінін, ал көптеген ер адамдар кедей білімі жоқ малайкалар мен индиандықтарға үйленетінін байқаған. Ли Куан Ю дені сау және ақылды балалар тәрбиелеуге және тәрбиелеуге қабілетті қалыпты отбасыларды құру үшін қуатты база құруға бұйрық берді. Үкіметтің қамқорлығымен екі неке агенттігі құрылды. Олардың мақсаты салыстырмалы әлеуметтік және интеллектуалды деңгейдегі ер мен әйелдердің арасында неке құру. Бірінші агенттік әлеуметтік даму бөлімі немесе АДБ деп аталды. Олар білімді жастармен айналысты. Екінші агенттік әлеуметтік даму қызметі немесе АДQ. Олардың клиенттері қалған барлық жастар еді. Екі агенттікте де байыпты мамандар, психологтар, әлеуметтанушылары және дәрігерлердің қызметін қолданды. Мұнда олар барлық жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жас жігітке жұп таңдап қана қоймай, кездесулер соның ішінде бойдақ ер жігіт пен әйелдің бетпе-бет кездесіп, жеке сөйлесуге мүмкіндік берді. Агенттіктерде спорт залдары, кафелері, бассейндері, дискотекалары мен кинотеатрлар желісі жұмыс істеді. Некеге тұрғаннан кейін мемлекет тарапынан жас жұбайларға тұрғын үй сатып алуға несие түріндегі қомақты жеңілдіктер ұсынылды. Білімі жоқ әйелдерге тұрғын үй мәселесін шешіп беріп, әйелдердің екінші бала туғаннан кейін зарарсыздандыру ұсынылды. Жоғарғы білімді жұптарға үлкен жеңілдіктер мен сыйлықтар күтетін, бірақ егер олар 3 баладан көп бала туса